Ахмет Жұбанов. Ахмет Қуанұлы Жұбанов қазақ музыкасын зерттеуші, көрнекті ғалым, әйгілі сазгер, дирижер. Қазақстанның халық әртісі, өнертану ғылымының докторы, профессор. Туып өскен жері Ақтөбе облысының Темір ауданы. Топырақ бұйырған жері Алматы қаласы. Жас кезінде ауылдасы Талым Күйшіден, ауыл мұғалімі Ашғалиевтен, әкесі Қуаннан, ағасы Құдайбергеннен тәлім алып, музыка өнеріне ден қояды. Темірде орыс халық аспаптар әуесқойлар оркестріне жетекшілік ететін Черняктан сольфеджио, скрипка, музыка теориясы бойынша сабақ алады. Ахмет Қуанұлы Жұбанов қазақтың музыкалық мәдениетін зерттеп тануда, жорып түсіндіруде және жүйелеп насихаттауда жаңа сапалы биіктен көрініп, кезеңдік мәні бар қажыр қайрат көрсеткен тұлға. Ол өз кезіндегі музыкалық білім сатыларының бәрінен өткен кемел білім иесі. Ахмет Жұбановтың мұрындық болуымен 40-шы жылдары ұйымдастырылған ғылыми экспедиция 80-ші жылдарға дейін Қазақстанның түкпір-түкпірінен 10 мыңдай ән күй нұсқаларын жинаған. Қазақтың кәсіпқой халық композиторларының өмір дерегін жинастырған, шығармаларын нотаға түсірген, одан соң кәнігі әнші күйшілерге үйрету арқылы халықтың рухани игілігіне айналдыруда теңдессіз еңбекқорлық пен іскерліктің үлгісін осы Ахмет Қуанұлының өзі көрсетіп отырды. Ахмет Жұбановтың ғалым, педагог, сазгер, орындаушы және ұйымдастырушы ретінде қазақтың музыкалық мәдениетіне сіңірген еңбегі ұлттық мәдени рухани шежіресіндегі ең көрнекті белестердің бірі болып табылады.